Адем Синема ұсынады. Құрметті достар, қадірлі қонақтар, бүгін керемет кешімізді бастаймыз. Ендеше құрметті қонақтар, бір жақсы қол соғып мектеп қойсақ, алдарыңызда Абай ауылы номері 93 жолы орта мектептің 83 жылғы түлектерін шақырайық. Класс жетекшіміз Айжамал Абай бастаған 83-тің түлектерін ортаға шақырайық. Шапалақ қошемет ағайын. Бүгінгі қаражылық кездесулеріңіз бақытты, баянды, ғұмырлы қаражылық кездесулеріңіз достар құтты болсын. Ал енді осыдан 40 жыл бұрын соңғы қоңырауда мектеп вальсі билегенсіздер. Жасы шаққа сайға жасайық, жасы шақты еске алайық. Сіздерді ортаға мектеп вальсіне ұстазы мәнінен шақырамыз.
кешкі болсын дегіміз келеді тағы да. Ал енді ұстазымызды алып, дастархан басы жайғасайық. Әдемі кешімізді бастайық достар. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Болмасын, 40 жылдық кездесу басталсын дейіндер, жақсылап, қаттырек, шапалақ ұрмай қайрасы кереге. Рахмет, керемет әдемі. Шапалақтарыңызға, қошеметтеріңізге рахмет. Не деген шапалақ? Басталмай жатып мейден шығатсыздар. Әркім өзіне шапалақ ұрдыш, әркім өз үшін. Керемет әдемі. О, достар, қош келдіңіздер. Бүгін міне керемет кеш, керемет сәт, керемет той деп айтсақ та болатын шығар. Құда қаласа 40 жыл кездесу, 40 жыл уақыт, аз уақыт емес. Бір адамның өмірі қарап тұрсаңыз, қазақтың небір зиялылары, небір ғұламалары 40-қа келмей өмірден озғандары да бар. Ендеше бүгін міне Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Абай ауылы, номері 90 жылы орта мектептің 83 жылғы түлектері бүгінгі кеш құтты болсын деп қолды көтеріп тұрып шапалақ ұрайықтарда. Керемет әдемі. Екіден есігі, ер түріктің бесігі, жауқасында жайнаған, ұл қызы әнге тоймаған, диханы жерге тоймаған. Шұғылалы шуақта, қазыналы қуатта, Төрт қақпалы Түркістан қаласына, сонау бірнеше 100 шақырымды артқа тастап, біздің қаламызда өткізген отырсыздар, ниет қылған екенсіздер, баптарды аралап, әулиелерді аралап, тірліктеріңізге, тіршіліктеріңізге бір керемет тұрғанын сұраған екенсіздер, Алла ниеттеріңізге, пейілдеріңізге бере берсін. Ендеше, құрметті қонақтар, қадірменді достар, бүгінгі әдемі кешімізді арнайы ақ білегімен ашып беру үшін ортамызға керемет ұстазымызды шақырайық. Бәріміздің осылай жарқырап жайнап отырғанымыз әуелі Алла, одан қала берді ата-анамыз, сосын ұстазымыздың арқасы. Айшамал апай, сізді ортаға шақырам, бір ауыз тілегіңізді айтып берсеңіз, баяғыда сөйлесіп алыңыздар. Болды ма? Баяғыда классқа мұғалім кірген кезде оқушылар орнынан тұрып амандасатын, иә? Айшамал апай орнымыздан ортаға шыққанша, орнымыздан тұрайық бәріміз. Отырыңдар дегенше отырмаңыздар. Апай, қош келдіңіз. Кешікті болсын. Балапандарыңызға, шәкірттеріңізге бір ауыз тілегіңіз, бір амандас. Қара жыл болған кездесу кештерің құтты болсын. Бақытты болыңдар. Астандарың қашан болсын. Елдеріңіз бай болсын. Құтандарыңа нұр жаусын. Бақытты болыңдар. Осы уақыт деген сыбарақ өтіп жатыр ғой. Кішкентай ғана кезінде оқып жүргенде бастауыш класстан, 5-ші класстан бастап қабылдаған сені. Қабылдап үлкен классқа келгенде кішкентай ғана қота ретінде сол есіме түсіп жатыр. Есіме түсіп, толып жатыр. Бақытты болыңдар. Сол нерді жаңа 5-ші класстан бастап, 10-ші классқа дейін тәртіппен өсіріп, бағыт айтып. Өстіген бағдарымда, алдыма келіп, сұрашыларған екен соған. Мектеп бітіріп жатқанда, осы бағдарымның көз алдында әлі. Ақ-ақ болып шағалады еді тұрған. Ер балдарым, ақ көйлек астық қасым жандар, қыздарым, ақ көйлекпен ақ бетті киіп, шағаладай болып жатқап тұрғаны әлі есімде қосып тұрмын. Бақытты болыңдар балдар. Абай атамыз айтқан ғой, сен небір бір кішкене кетігін аттап бар қалам деген. Сондай-ақ балаларым, қыздарым,
осы дүниенің әйтеуір түкір-түкірінде өздерің қорықтарын тауып, адам болдыңдар, бақытты болдыңдар. Ұлдарымияға, қыздарымияға қонып жатыр. Құтты болсын, арыз-арсыздарым құтты болсын, Ақтай. Бақытты болыңдар, дендерің сау болсын, өмірдің қызығына тоймаңдар. Өмірлерің жарқын болып, осындай ашық аспанда жарқырап күліп ойнап жүре беріңдер. Қадамдарыңа нұр жаусын, рахмет сыйлап, құрметтеп шақырғандарыңа. Қуанып жатырмын. Немерелерің бар, немерелер отырсыңдар, шөберелер көбейе берсін, өсіп өне беріңдер. Еңбектеріңіз жемісті болсын, биіктен көріне беріңдер. Әрбір сәттерде жарқырап сендердің биіктен көрініп жүргендеріңді тілеймін. Бақытты болыңдар Ақтай. Рахмет сендерге көп-көп. Қадамдарыңа нұр жаусын. Рахмет айтқан сөзіңіз келеді. Ұстазы жақсының ұстамын жақсы етіппені Айшамал апай, бәрі балапандарыңыз өсіп өтіп отыр. Алда ата болып, құда болып отыр құда қаласа. Рахмет, алғыс рахметтен, рахметтен басқа сізге айтар ештеңем жоқ. Енді құрметті Айшамал апай, бұлай ма, сіздер сөйлеңіздер, мен сөйлейін. Келіс болайын, шапалап, аумен деген айтылатын нәрсе өзім уақыты болады. Шәкірттеріңіздің атынан Айшамал апай, сізге арнайы сый-сияпат тартуымыз бар. Аз да болса көптеп көріңіз. Апайымыздың құрметіне иығына арнайы современный заманауи чебек шапанымыз, камзолымыз бар. Шапалақ ұрып достар. Және де иығына чебек орамалымыз бар. Ыстықтеріңізде достын. Және де өзі алтын апайымызға алтын тағып жатыр. Шапалақ құрмет, қошемет достар, бір айғайлап келеге. Ай, бәрекелді, керемет әдемі. Достар, жайғасыңыздар, отырыңыздар. Ал енді апаймен бір суретке, осы екі қыз екі шетке тұрыңыздар, үшеуіңіз бір суретке түсіп алыңыздар. Кейін ортасында бәріміз ортаға суретке түсеміз, иә? Аспан. Ау, қош тұрса. Рахмет. Ал, келіңіздер, жайғасыңыздар. Апайымызды алып, келіп дастарханның басынан орын бөлек кереке. Келе қойыңыздар. Жайғап тұрып, лайым әдемі қартайымды Алла нәсіп етсін сіздерге. Ал енді құрметті достар, өздеріңіз көрдіңіздер, куә болдыңыздар. Ұлағатты ұстазымыз, алтын асыл апайымыз, Айшамал апайымыз кешімізді ақ-тілегімен ашып берді. Алдарыңызға астан еттен бұйырған дәм тұздан алып, ішіп жеп, іштеріңізге ел қондырып отырыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Мен енді осы 2 жылда Түркістанға келіп, Түркістанды аралап жүрсіздер. Қазанның тойын Түркістанға келіп дүркірет тойлап атсыздар. Сіздердің де бүгінгі банкеттеріңіз тегінен тегін деп ойламайын. Өйткені Қазақстанның президенті, Түркияның президенті, түркі тілдес одақтарының президенті келіп, құрылтай болып жатыр, саммит болып жатыр. Сонымен түсіп келген екен, тойларыңыз құтты болсын. Енді былай қылайық. Бүгін 40 жылдық кездесу болып жатыр. Құдай қаласа, тағы да 10 жылды артқа тастап, 50 жылдықта жолығайық. Мен соған түрелеспін дейтіндер. 10 жоғары көтерікші, 50 жылдықта тағы да жиналамыз дейтіндер. Түгелдей, 10 болды, көтереміз. 10 болды, көтермей. Тәкаппарланып отқанда көтермей қойсын. Қол жоқ екен дей саламыз. Сол 10 болды, 10 жақта отқан адамның иығына қойыңыздар. 10 жағыңызда кім отыр? Соның иығына қойыңыздар, аға. Сөйтіңіздер де соған қарап айтыңыздар. Сен бүгін әдеп болып келіпсің, енді шуламай тыныш отыр деңіз. Бері қарап отырса сол адам. Айналайындар ай. Ал енді былай қылайық, тойымыздың басын бір төмендетіп емес, өлек кетіп бір әдемілеп бастағанды жөн көріп отырмыз. Былай қылсақ, осы жерде жаңа Раушанбай сый-сияпатымыз бар ғой. Қазір сіздердің құрметтеріңізге музыканы қоямыз. Сол музыканы тыңдаңыздар. Қандай ән? Сол әнді дұрыс тауып айтып берген адамға сый-сияпатымыз бар. Келістік қой. Ең алғашқы ән тыңдаймыз. Қандай ән? Қандай ән? Әне, келіңіз, келе қойыңыз, аға. Музыка, билеп келіңіз. Билеп. Шапалақ достар.
Жақсыбай. Жақсыбай, қай қаладан келдіңіз? Қазалдан. Сол қазалдың өзінде тұрасыз. Абай ауылынан. Қандай ән? 90-шы мектептен келдік. Жоқ, жаңағы ән қандай ән? Бірге тойлап бір өткізген ауылдаған жастарым. Қалай қызық күн өткізген қайғысындар жастарым. Бастарыстан жүрсін қайда, бірге де ғой жанымыз. Ес қаласы бастындайда, келсін қайырмай. Ой, біргені шапалап. Дұрыс, әдемі, Жақсыбай. Өте дұрыс таптыңыз. Подарка сізге ала қойыңыз. Ол жайғасыңыз. Оп-оңай, көрдіңіздер ғой? Күштісін, аға. Раушан апайға оңай емес. Әркімнің көңілінің шығуы оңай емес. Ал келесі ән. Қандай ән? Келіңіз, келе қалыңыз. Билеп. Айнал, былай қарай. Қоя тұрыңыз, бері келіңіз. Апай, билейміз. Былай қарай. Қошемет болса. Керемет, рахмет, әдемі. Ал, құрметті ханым, қош келдіңіз, есіміңіз? Мараш. Гүлмараш, кім боламыз? Мен осы алсақлардың арасында менің жолдасым бар. Кім деген? Қоныс. Қоныс, қайда қол көтеріп қойсын қоныс? Қоныс бар екен. Керемет, әдемі. Қандай ән білеген? Катюша. Айтамыз. Шешек атты өрік алмаша, келді сенде келді Катюша қыз, келіп тұрған жалғыз сенге. Келді сенде келді Катюша қыз, келіп тұрған жалғыз сенге. Расцветали яркие груши, ярко на берегу выходила Катюша, а берег на крутой. Керемет, әдемі, шапалақ ұрпай, Күлекенің құрметіне. Өте әдемі дұрыс таптыңыз. Күлеке, бір подаркаңыз сізге, мінекейіңіз, ала қойыңыз, жайғаса қойыңыз. Ал енді келесі ән. Раушан апай, сіздерді ашып тұрмыш болса келіңіз. Қандай ән? Басқалар да шықсын, енді. Айта аласыз ба? Келіңіз. Билеп. Билейміз. Керемет, бұл кісінің жүрісінің өзі би сияқты ғой. Атыңыз кім? Қылыш. Қылыш, бір қылыш па, екі қылыш па? Қылышбек атым. Абзалдың шалқысыз. Қайттен келдіңіз? Қазалы ауылдан Абай ауыл. Сол жақта тұрып отырсыз ба? Қазір сол жақта тұрасыз ғой? Сол жақта тұрасыз ба? Иә. Қандай ән, жаңағы ән? Раушан. Айтамыз. Жанымда менің. Қызы Раушан. Бірдеңе қызы Раушан. Молодец. Жаңа, Раушан апай дейді, бір подарка беріңізші. Раушан апай, бір подарка беріңіз. Өзге рахмет, Қылышнау сізге өтініш. Енді шықпаңыз ортаға мақма, өтірік айтады сәнді. Ал келесі ән, қандай ән? Кеттік ал. Келіңіз апай, келіңіз. Билеп. Керемет, қош келдіңіз. Сіз негізі жаңа осы тойханаға кірген кезде көзіме ыстық бастыңыз. Ерекше көзіме түстіңіз. Өйткені екеуміздің фигурамыз ұқсайды екен. Атыңыз? Марита. Марита, кім боламыз? Абзалдың келіншегі. Иә. Кімнің келіншегі? Жолдасым. Алла рахмет алсын. Қандай ән? Әке туралы, иә? Айтамыз.
Şırдың бақта биядан, кетпейсің ойдан қиялдан. Арманға бия болсаң, тұрасың келер жиядан. Өтінге әлге қалды, шаттық пен жарқын тойына. Сыйлаймын сазды болғанды, шаттық пен жарқын тойына. Сыйлаймын сазды болғанды. Керемет, өте әдемі дауыс, өте керемет орындау. Негізі мамандығыңыз қандай сіздің, музыкант емессіз ба, нечайны? Әдемі, мощный. Шабылы құртпайық Марита ханымға. Рахмет, мәке, той көріңіз құдай қаласа. Ал енді келесі ән, алпыс алтын жігіттер мен әндерін тыңдағым келіп тұр ортада. Келесі ән. Кім айтады? Кім біледі? Талшыбек, сіз отыра беріңізші, Талшыбек өтініш. Кім айтып бере алады осы әнді? Келіңіз, келе қойыңыз. Билеп шығайықшы өтініш, биле, қолды көтеріп. Міне, нағыз банкеттің иесі екенімізді көрсетейік. Молодец, рахмет, молодец, мощный. Ана кісінің жанында болғасы ғой, қасына билеп тұрасың деп, есіміңіз? Алмагүл, классас қыз. Қай қаладан келдіңіз? Ақтөбеден. Ақтөбеден келдіңіз. Қызылорданың қызымын ғой. Қазалының Абай колхозынан шыққан қызбын. Колхоздың қызын десеңші, мен сияқты болсын. Мен де колхоздың баласымын. Бәрі колхоздан шығып жатыр. Қандай ән? Ай-яй-яй-яй, Өмір, өмір деп басталады. Ақсылым, мен де сенің тәтті әнің болайын. Ақсылым, мен де сенің тәтті әнің болайын. Енді Алмагүл апай, өтініш, басынан бір айтып көріңізші осы әнді. Өмір, өмір, өмір деген. Алмагүл апай, кетемаймыз. Рошан апай, бір подарок беріп жіберіңіз, керемет, рахмет. Алла разы болсын. Тойыңызға қатыссын. Музыка, билеп. Бір алпыс алтылардың бешіліміз бір Алмагүлдің тойда жүргенде болдық қой бәріміз. Ал енді келесі ән. Қандай ән? Келіңіз, айта алыңыз ба? Апай, келе қойыңыз. Музыка. Былай қарап, айналып. Керемет, әдемі, молодец. Есіміңіз? Жанар. Жанар, Абзалдың келешегі. Кім келешегі? Қылыштың келешегі. Қылыш. О, семейі, молодец. Керемет, әдемі. Жәке, қандай ән? Ойында арыстың. Ойында арыстың, өзіңде арыстың.
Молодец, Сәрем, шабалы құрып қойып жәкеңе. Рахмет. Көңдеңіз подарок. Музыка. Раушан апай билеп береді. Қылышпен келешегі күшті, молодец. Ал енді ең соңғы ән болып түсе. Ары қарай пакетімізді жалғастырамыз, иә? Ең соңғы ән қандай ән? Кім айтып берді? Жәкен қасындағы апай. Келіңізші. Билеңіз. Билеп. Билеп. Билегенмен бәрі көзіңізде бір мұң бар. Басқа нәрсе ойлап жүрген сияқтысыз. Білмеймін, бір ойыңыз басқа жақта. Есіміңіз? Мен есім Гүлшка. Гүлшка? Гүлбариям. Иә? Бұл Гүлбариям, болса онда Гүлшка дей береміз. Қандай ән Гүлшка? Басынан бір қой жібер, Гүлшка. Тыңдаңыз. Болды, сәр, рахмет. Тойыңа гүл ал. Oyuna güllanıp giderken kullanıp aksalar özünde Sizin umarım gelir Allah'ın gelir girmez Onun basit sorun İster kalsın Керемет, әдемі. Жоқ, тамағымыз ауырып тұрған жоқ. Мошли, шынымен әдемі айттыңыз. Шабылып қойып күлекенге. Музыка маэстро. Раушан апай. Көрінесіздер. 66 қыздар деп ешкім ойламайды. Қараңызшы, Айжамал апай. 66 қыздар деп ешкім ойламайды. Жас бір 67 қыздар сияқтысыздар әлі. Шынымен әдемі. Ал енді кешіміздермен қарай жалғастырайық. Мен енді ортаға тілекке бір-екі достарымызды шақырайын. Сосын сіздерден өтініш. Неге анау менен бұрын сөйледі? Неге мен тез сөйледім деп ондай өкпеленіш болмасын. Тойғанымыздың табалдырынан асқаннан кейін бәріміздің дәрежеміз бір, бәріміз бір дейміз. Бірақ соның ішінде жеке-дара бірінші шақырғым келіп тұр. Бәріміз енді жан-жақтан Қазақстанның түкпір-түкпірінде өз нанымызды тауып, бала-шағамызды асырап жүрміз. Бірақ дей тұрғанменде қара шаңырақтың аты ол қара шаңырақ. Қазалының көзінде тұрып жатқан достарымыз бар. Қазалыдан бұрын Абай ауылда тұрып жатқан достарымыз бар. Қазалының сөзін шақырармын. Мен ортаға Абай ауылында қара шаңырақта тұрып жатқан достарымыз шақырайын. Жан Ахмет, қателеспесем, Жақсыбай, Қалышбек, Жандос, жұбайларыңызбен билеп кіріңіздер. Ал, қош келдіңіздер. Кештеріңіз құтты болсын, тойларыңыз құтты болсын. Енді той деп айтқанда жарасатын шығар, өйткені бұл да той. Бұндай күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Осы 40 жылдық кездесуге жеткізген Аллаға сансыз шүкіршіліктер, сансыз мақтаулар болсын. Бірінші тілекті класстас ғашықтардан бастасам. Ренжімейсіздер ме? Жәке. Қауым себеп белгілі ел
бізді түлетіп шығарған сол мектептен 40 жыл болып жатыр екен иә. Осы сәтті күнде жұма күнде келіп жатыр екен, сол еліміздің күніміз иә. Бәрі оңдан болсын дейміз иә. Ал енді мынау құрметті кластастар дейміз, сыныптастар дейді ғой иә. Қазір бірің әже болдыңдар, бірің құда болдыңдар, Құдайға шүкір иә. Құттарың басы аман болсын, дендерің сау болсын, мынау өсіп өніп жатқан бала-шағалардың қызығын көре беріңдер. Иә, немере сүйіп жатсыңдар, шөмере сүйіңдер. Аумин. Дендерің сау болып, аманшылық болып, еліншілікте осы төрт көзді түгел, бауырымыздың кезсін, аманшылық. Ал құрметті менің класстастарым, мына ортамызға бүгін Айжамал апай келіп қалған екен. Айжамал апай, бүгінгі келген қадамыңызға гүл өтсін, жасыңызға жас қосыла берсін, бала-шағаңыздың рахатын көріңіз, қартаймаңыз, әлі де мына өмірдің беріп жатқан жасын жасай беріңіз. Енді міне құрметті менің класстастарым, елдің арасында көзді ашып жұмғанша 40 жыл өтіп кетті. Бүгінгі 40 жыл мерекелер құтты болсын деймін. Өмір жастар ұзақ болсын деймін. Деніңізге саулық тілеймін. Отбасыларға амандық тілеймін. Әрқашанда осындай ендігі келесі жылы 50 жылдықта осындай төрт көзіміз түгел әдемі болып қартаймай, ешқайсымыз ажыраспай бір-бірімізден өстіп 50 жылда кездесе берейік. Немере, шөбере, келін алып келін алмағандарын, солардың қызығын көріп, аман есен жылдан жылға қызықшылығымызға, қуанышымызға, тойымызға, бұдан былай қарай мына келмеген қыздарымыз бар ортамызда, неше жылдан бері көрмегендеріміз бар. Енді солармен араласып, тұраласып, енді осыдан былай қарай қыздарымыздың да ұлдарымыздың қызығына араласады деген ойдамын. Тойымыз болып жатса қалмай келіңіздер, шақырамыз. Не дейін, бәрілеріңді отбасыларыңа бақыт тілеймін. Сол жандарым сол аман болыңдар. Құрметті Айжамал апай, класстастар, бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Апай қадамыңыз нұрлы болсын, деніңіз сау болсын. Жігіттер, қыздар, осындай тойларда аман есен кездесе берейік. 50 жылдық дейміз, 40 жылдық дейміз, 60 жылдық дейміз, кездесе берейік соған аман есен. Деніміз сау болсын, әрқашанда аман болайық. Ал құрметті 1983 жылғы мектеп бітіруші түлектер, бүгінгі көптен күткен осы 6 айдан бері 40 жылдық жасаймыз деп жатырсыздар ғой, содан бері тойдың болғанынан болады сығызық деп сол күнімізде бүгін келіп жетті. Бүгінгі мерекелерің құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, әрқашанда жүздеріңнен күлкі кетпесін. Бұрында да кездесіп жүрміз, бүгінгі кездесудің орны өте ерекше, басқа кездесулерге қарағанда бір басқа жүректеріңізге толқыныс, балалық сезім, бұрынғы өткен кеткендерді айтып жатсыздар. Соның барлығы да бүгінгі кездесудің бір жақсы сәттері деп ойлаймын. Барлығыңыз да бақытты болыңыздар. Ал апай, сіздің келген қадамыңызға құтты болсын. Бұл апай менің абысыным болады. Асыра туған абысыным, болмаса енем десе де болады, енемнің орнындағы. Сізге де отбасыңызға амандық, балдарыңыздың қызығын көріп, біздің алдымызда күліп, ойнап жүре беріңіз. Ал мына құрметті ауыл класстастарым, құрметті апай, мына тойларымыз құтты болсын. Еліміз сау, өміріміз ұзақ, әрқашан бәріміз осы тойдан кездесе берейік. Әрқашан жылымыз дарымасын. Осындай түп түгелімізбен апайымызды ортамызға алып, тойда кездесейік ал. Ал құрметті қонақтары, Түркістан шаһарына қош келдіңіздер. Сіздерге денсаулық, мол бақыт,
әрдайым осындай ауызбіршілікте дендерің сау болып кездесіп, бір-бірінің тойларын бөлісіп, қуаныштарыңызды бірге бөлісіп жүре білейік. Дендерің сау ұйымдастырған апайлар мен ағайлар жағынан алғыс. Айтқан тектердің бәріне қосылған қабыл болсын. Рахмет, айтқандарыңыз Алла қабыл етсін, Құдай қаласа жақсылықта, қуанышта, жеңісті күнде жол болды, Алла нәсіп етсін, ауызбіршіліктеріңіз, ынтымақтарыңыз ажырамасын, ұлды ұяғы, қызды қия болдырыңыздар, қызық болсын, бір-бірлеріңізбен құда болыңыздар, Алла нәсіп етсе. Ал енді бірінші тілек айтқан состав, жақын тұрыңыздар, алтауыңыз бір суретке, камераға, рекламаға түсіп алыңыздар. Енді бұлай қыламыз, келісіп алайық. Кім ортаға шығып
кешті ұйымдастыру бұл оңай шаруа емес. Бұл бәрімізге ортақ қуаныш, ортақ той, ортақ банкет. Бұны бір адамның или екі адамның жеке қуанышы емес, бәрімізге ортақ қуаныш болғаннан кейін әртүрлі жағдай, әртүрлі адам болады. Кейбір қонақтар бар. Осы 40 жылдық кездесуде Айжамал апай сынап келеді кейбіреулері. Аналардың ұйымдастырған вечерлері қандай болады екен деп сынап келеді. Ақшам жоқ деп жылап келеді. Ұйымдастырушыларға ақша берудің орнына наоборот солардан таксиге ақша берсей, магазинге ақша берсей деп сұрап келеді. Жүрегінен жылысы шықпаған соң телегін әр жақтан бір құрап келеді. Тамададан микрофонды алады да әр нәрсені бір айтып, бір сағаттан соң бірақ береді. Ал екінші қонақтар бар, олар шынымен осы банкетті сыйлап келеді. Бар тапқанын осы кешке жинап келеді, алтын уақыттарын қиып келеді, әдемі көйлектерін киіп келеді, қыздар шаштарын жайып берсе, кейбіреулер шаштарын түйіп келеді. 15-16 адам болса да бір машинаға сыйып келеді. Ондай қонақтардың мәртебесі бәйтеректей биік келеді. Бүгінгі кешті сынап емес, шынымен сыйлап келдік десеңіздер, бір шапалақпен білдіріп қойсаңыздар, сыйлап келгендеріңізді. Рахмет, керемет, әдемі көңіл-күй, әдемі настроение. Ал енді сіздерден бір өтініш. Шынымен сыйлап келсеңіздер, біздің сөзді бөлмейсіздер, бізге қарсы келмейсіздер, ортада ары-бері таксовать етіп жүрмейсіздер. Кім шулай, сол адам 10 жылдан кейін 50 жылдық кездесуге келмейсіздер. Бәріміз бақытты болайық деп тағы да шапалақ ұрып айқайласаңыздар, өлмейсіздер. Ой, молодецер, ана екі көкеме ырзамын. Қылышбек ұрма. Сезімге беріп кетсе ұрыш біліп өңді ме? Ал енді ортамызда бір керемет номеріміз бар, номинация тапсырамыз. Әрқайсыларыңызға жеке-жеке бір номинациямыз бар, соны табыстайық. Ең алғаш менің қасыма кім табыстайды бұны? Мен айтып тұрайын, сіз өзіңіз табыстап тұрыңыз, е? Кім табыстайды? Төраға бар ма? Төраға емен төрайын. Бұл Рашон апай сіздің күйеуіңіз ба? Есіміңіз? Жанахмет. Ал, хатшыңыз Мошны екен. Бүгінгі кештегі алғашқы номинация. Ең мейірімді ана номинациясын иеленген. Ұмытпайтын сыныптастар білетін, Кариманы күлімсіреп жүретін. Бұл күнде ол аяулы ана, әз әже, ұрпағына мейірімі, балтатқан мейірімді ана Карима келе қойыңыз ортаға. Рахмет. Карима кемен ма? Ал келесі ең алғаш той көйлегін киген қыз номинациясымен. Атын айтпай танымаймыз бірденбіз. Бірінші боп той көйлегін киген қыз, енді өзіне түсінікті бір келін, Әбдібайдай жігітті ғана сүйген қыз, қан бейбі, ардақты да көркем қыз. Ең алғаш той көйлегін киген қыз. Керемет, әдемі. Ең алғаш той көйлегін киген қыз, қан бейбі. Керемет, әдемі. Рахмет, жайғасыңыздар. Камераға бір қарағаныңыздар, Ал енді келесі. Рахмет, Ең сәнді қыз номинациясымен. Өткен кезде алмайды әсте ойға кім, көп еді онда бой жеткен мен бойдағын. Мен бекелік білімді оқып тауысқан, сыныптастың бірі болды Пернегүл. Жөн болады, қол соғып бір қойғағын. Ең сәнді қыз Пернегүл. Ал келесі ең сабырлы жігіт. Айжамал апай, сіздің ойыңызша ең сабырлы жігіт кім? Қылышбектен басқа. Ең сабырлы жігіт номинациясымен қара бала Нұрлан біздің салмақты, үндемей тындыратын жан-жақта, сөзге тартсаң күле салып жүретін, бар жоғда
білінбейтін ардақта, ең сабырлы жігіт Нұрлан ол біздің салмақты. Келесі бір ерекше номинация, өте көңілді жүретін, өте активный жүретін керемет жан, әзілі мен позитив сыйлаушы, аузын ашық көрінетін жүрегі. Көңілі аппақ, тек қаралау түрі еді. Қыздарменен Хемзия биін билейтін, сыныптағы биші жігіт Толыбай, бәрімізге аппақ оның тілегі. Жылаған емес? Біреудің қатын құшақтаған емес? Ой, Толыбай, біз Толыбай толы екен деп жүр. Ертең түркістандықтар айтатын болды ғой, Толыбай жылауы екен деп. Рахмет, бізге рахмет. Ал келесі. Толыбай жыламаңыз. Ең керемет есепші. Мектепте жақсы болған сабаға. Пет институтта болды оның талабы, тұрмыс құрып 5-ші курсты бітіріп, Құдай қосқан Мейрамбектей жары бар, қарсы алайық Мейрамгүлдей сұлуды, сыныптаста 4 баланың анасы. Шабыл ұрай достар. Керемет, әдемі, рахмет. Ал енді бұл номинацияны бәріңіз білетін шығарсыздар. Жалғыз номинация, ерекше номинация, сыныптың электригі. Бәрімізден озат оның сабағы, кластағы бар баланың ұзыны, әбілсейттен соң түзілетін қызылы, соңғы жаққа жинап алып, әркімді таусылмайтын, айтатұғын қызығы, сыныптың электригі, шабыла ұрпайық, Әбілсейт. Әбілсейт кемен ма? Балапция, апарып жеткізерсіздер, аманатқа қиямат жасамарсыздар. Наны ұрашан өзіңіз бересіз ау. Мен оқысамдан білмеймін, бір жүрегім мынандай не болып кете ма? Өзім оқи берейін ба? Ең үздік ұйымдастырушы. Жанаты мен жігіттердің көркемі, мектептегі талай қыздың дертеді. Мектептегі талай қыздың дертеді. Дарынды да дара қылып тұратын, сыныбымның титтей ғана бөлшегі, 40 жылдық кездесуді ұйымдастырып, бүгін бізбен талай сырда бөліседі. Ол Жанахмет. Молодец, әдемі. Ой, молодец, мощный. Ал енді керемет. Үздік ұйымдастырушы қыз. Тықылдата тақтаны есеп шығарып, сұлу қызды қалай ұмыт қыларлық, мектептен соң кетті оқу жағалап, Байқоңырда отбасын ол құраған, орынбасар сондағы бір мектепте үрісілуге кәне құрмет қылайық.
Рахмет, керемет. Ал енді келесі номинация. Ең ақылды жігіт. Кім деп ойлайсыздар? Просто бір сұрақ сіздерге. Араларыңызда ең ақылды жігіт кім? Қоныс. Сіз ше Қылышбек? Қоныстың ақылы көптеу ма сізден шамалы? Ал келесі. Қабағын сірә түймейтін, қоңырайдан жүрмейтін, гүлмараштай жары бар, бизнесі бар Қоныста, адам жоқ оны білмейтін ең ақылды жігіт Қоныс. Шапалақ. Рахмет Қонысаға. Ал санаттың физругі келгеннен соң атандық шалғайдан, балалықтың дәмі кетпес таңдайдан, қауышарымыз мың рахмет айтамыз. Жандос досқа келгеннен соң Боппайдан мектептің физругі Жандос келіп шығамыз. Рахмет. Жандос келмеді ма не? Бәрі бұлқып шетінен не отыр. Ең белсенді қыз кім? Просто ойларыңыз біліп олайын бірінші. Мнениелеріңіз тыңдайын. Өтірік. Таппадыңыздар. Жоқ, сабырлы да салмақты қыз. Медбике боп жылдар көшін жалғап да, сыныптағы жалғыз ғана медбике ешбір жігіт салалмапты қармақта. Гүлсарыға қолсы қойып кәнекей қыздың орны төрде әркез болмақта. Ал енді ең керемет әке кім деп ойлайсыздар? Алдаберген. Не Алдаберген? Сізге не әке көрсетіп жүрді өзің? Кім сіздердің ойларыңызша ең керемет әке? Жоқ, білейік ойларыңызды, дайын нәрсенің бір қарап отқан қызық емес шығар. Ең керемет әке мүмкін Жанахмет шығар. Қалаш? Кім? Алдаберген ма? Кездескенде жымияды жайменен, кей жайттарды еске алып та қояды. Бүгінде ол сүйікті жар әке танып үлгілі, құшағын бізге мол жаяды. Қылыш деген сары бала баяғы, тракторист болып шықты аяғы. Аяғына қарасаң, мотоциклетті қызетті бұқсы. Қандай? Велосипед дұрыс маған? Рахмет. Музыка рахмет. Ал? Түйеге дұрыс отырмаған? Сұрақтан білесіз қылыштың жанында жүргенсіз ба? Басқа не жаңа алмаққа үй бердіңізден? Ең алғаш үйленген жігіт. Сыныптағы жігіттердің біреуі, Гүлмариядай сұлу қыздың күйеуі, ақ көңіл, әрі қырсық, бір сөзді, керегінде сыныптастың сүйеуі. Сәл жалқаулау, болғанымен дос біткен, Жақсыбайды жақсы адам деп біледі. Ең алғаш үйленген жігіт Жақсыбай. Келіп шығамыз.
сөйлемей ма бұл кісі? Ал енді, нарада енді 5-6 қапты, кейінге қалдырмай сразу бәрін тапсырып жүр екен. Ең керемет кәсіпкер. Сыныптағы тұйықтау жан болатын. Сыныптағы тұйықтау жан болатын. Толтырды енді кәсіпкерлер санатын. Бүгіндері байланыста жан-жақта бизнесте де бар орны алатын. Қаттырақ бір қояйыншы қол соғып, сыныптастар міне осы қайратын. Қайрат бұл burada билек шүпірген. Жәген, биле. Биле. Шабылығырай басқа. Керемет. Екеуіңіз ортада бір әкем жарастырып тұр. Сен менен шынымен айтам бір. Қырғыштық емес бір екеуіңіздің үйбілей тойың сияқты. Қырғыштық болды сияқты. Ал енді керек бір ерекше номинация бизнес леди. Ақтөбеден кооперативный училищесін бітірген, жастайынан сауда жолын ол қуған, өте пысық, есе бермес ешкімге. Алмагүл қыз шықшықане ортаға. Керемет, әдемі. Бизнес леди. Тосын Алмагүл апай. Ал енді... Не? Алпысалылардың бірінші атаман келіні, генерал келіні, мінезі тентек, тілі өткір қалпында, мектептегі күндер қалды артында, бір отбасының үлкен келі атанған, қол соғуға болады енді Гүлмариям хан. Керемет генерал келін Гүлмариям құтты болсын. Ең алғашқы үйленген деген жігітіңіз, тем более осы келіндердің арасында үлкені де өзіңіз шығар, 66. Ал ең керемет кәсіпкер көп екен сіздерде. Мінезі ашық, аңқылдаған асыл ер. Сол жігітке жаратушы ең кәсіпкер, Қызылордадан келіп ашық бүгінде Алдыкен біздің ең керемет кәсіпкер. Ең әдепті жігіт кім араларыңызда? Ғабит, ал ендеше оқиын. Кейбіреуге елес болып тұлғасы. Алматыда дараланып оқшау жүр, талайлардың озғырды бір баса, оңталап еді жігіттердің мұрзасы. Ең соңғы номинациямыз, өздеріңізді іштей біліп те сезіп отқан шығарсыздар. Маған жақын отырса да қанша бас, қазір қайда жүреген ей сабас, сатирамен шымшып сөйлейтін ең әзіркеш жігіт Ғабит менің көршім еді, қарбалас.
сөзі шықты ма? Жоқ, шықпаса айтыңыздар, басынан жасайық. Бұл бәрін ұйымдастырған әуелі Алла, одан кейін алпысалықтар, соның ішінде Раушан ханым. Шабыл ұрықпайық. Бол, сен, рахмет, жәке. Аман болыңыздар, жайғасыңыздар. Ал енді, құрмет қонақтар, кешіңіздермен жалғастырайық. Мен енді ортаға бір керемет қонақтарды шақырайын, сол кісілердің тілегін тыңдайық. Оған дейін айтпақшы, бір әдемі сыйлығымыз бар, подаркамыз бар. Енді жаңа ешкімді қинаған жоқпыз. Отырған орындарыңызда ән айтқызып, ортаға шықтыңыздар. Енді маған осында 66 келіншектері. Бір шықсақ, ішімізден 3-еу ма, 4-еу ма, 5-еу ма, бар ма бір 66 келіншектерінен? Кім бар? Раушан апай, өзіңіз бастаңыз, тағы кім бар? Тағы шақырыңыз, кім бар? Нау деп шақырыңыз, көп көсеуін. Келіңіз көп көлік. Келіңіз, Марита, келе қойыңыз. Ал енді, қош келіңіздер. Кештеріңіз құтты болсын. Енді жігіттеріңіздің 40 жылдық кездесуі құтты болсын. Бол, сен жетеді сен. Келіңіз, міне әдемі. Ал енді, сөйлесіп болсаңыздар. Танысайық. Есіміңіз? Рима. Рима. Кім келіншегі? Толбайдың келіншегі Рима. Шабалы құрып достар. Келесі, Қылышбектің келешегі? Жанар, Қылышбек. Келесі? Нұрланның келешегі Гүлнар. Нұрлан, Гүлнар. Жанар, адамдар қайда кетті? Шақырсаңыз? Болсын, Нұреге, сырттағылар шақырып, ойын болайын деп отыр. Келешектеріңіз билейді ортада. Қошеметтеп отырайық. Сіз? Жаңа 10 талаптың келешегі, есіміңіз? Шара. Марита, сіз? Индира. Кім келешек? Ғабит. Ғабит, қайда оқыса? Ғабит, өзіңіз бе? Оқыса. Ал енді бұлай қылайық, сіздерді ортаға жайдан жай шақырған жоқпыз. Қазір сіздердің құрметтеріңізге музыканы қоямыз. Бәріңіз бірге емес, біртіндеп кезек ортаға шығамыз. Келістік қой. Араларыңызда, мына бетке келіп тұрыңызшы, бәріңіз қатарға келіңіздер. Біреуіңіз шығыңыздар бірінші ортаға. Маған бірінші Қылышбектің келешегі келсін, қалғаныңыз неға тұрыңыздар, бәріңіз келмей. Бір шетел болып жүректі тұрсама келіп вечер істегеннен кейін шетел болайық. Аға, құрметті Айжамал апай, төреші өзіңіз боласыз. Әділғазы, ішінде келіндердің қайсысы ұнады, сол чемпион деп өзіңіз бағасын бересіз. Жоқ, тұрмай қойсын, отыра берсін. Апай, өзіңіз Әділғазы боласыз. Қазір музыка басталған кезде Жанар, анау шетелде, Англияда, Францияда, әсіресе Франция, Парижда көп болады. Подиум деген дүние бар. Білеміз ғой? Қыздар мода көрсетеді. Иә? Бір сызықпен барамыз, бір сызықпен қайтамыз. Жүрісті өзгертеміз, шашты прическа артқа лақтырамыз. Қыздарға, жігіттерге привет деп бір билеп барып келсек болды. Кімнің биі, кімнің жүрісі өзгеше, ерекше болады, соған чемпион деген атақты береміз. И қосымша подарка тағы да ақшалай ұтыс. Келістік қой? Иә? Иә, болды. Тіке барып келсеңізде болады. Ирина, стойканы сіздер үшін арнайы жасаттық, қазалының адамдары келіп той істейді деп, стойканы айналып бір әртүрлі нәрсе істесеңізде болады. Ал, құрметті достар, қарсы алыңыздар. Ең алғашқы қатысушы, ең алғашқы подиумда жүретін Қылышбектің келешегі Жанар. Нормально. Біріншілік болады. Ал келесі Марита. Мыналар қалай билеу керек?
мыналар қалай билеу керек? Бір өзіңіз көрсетіңізші. Шли билеудің керегі жоқ, просто жай жүріп өтсек болды. Әдемілеп, мақұл ма? Мына стойкаға келіңіз да, стойкаға былай тұрасыз ба, артпен тұрасыз ба, фантазияңызға қарай көресіз. Ал бүгінгі ойыннан, подиумнан чемпион болады деп үміт күтіп отырған қатысушымыз алдарыңызда жай ғана просто Марита. Елген жүріс. Өз бәзі керек болса. Алмагүл, келіңізші, өтініш. Көрсетіңізші келіндерге. Нормально, Алмагүл сияқты билеңдер. Не ол қысылып үй алып, адам деген банкетке келгеннен кейін, ақыр бұрады бөтен адам жоқ. Бәрі өзіміз. Біреуіміздің бір қайнағамыз жоқ, болмаса бір құдамыз жоқ, ұят болады, тазыр болады дейтін. Өзіміз таза вечер болып сіздер. Ал өзіңіз бір жүріп көрсетсеңіз, мықты шығатса, бас жүлдені келіндердің аузын ұрып сізге береміз. Келістік қой. Қыздардың арасынан жалғыз қатысушы ол Алмагүл. Можно спонсор болайынсы, не майстер ма? Соңғы не майстырған. Ал Алмагүл, шабылауырақ достар. Керемет, әдемі Алмагүл, шынымен әдемі, мош кебеледіңіз. Пока үрсіреудің қасына отыра тұрыңыз. Ал келесі Розлия, келе қойыңыз, жақындаңыз. Есіміңіз кім еді? Индира, Ғабиттің келешегі, е? Ал Ғабиттің келешегі. Алмагүлді көрдіңіз, ол қалай жүргенін, е? Одан да асырыңыз, хорошо? Ал Ғабиттің келешегі Индира. Кет. Ұстарыңызы кередірсі. Шабалақ, Индира қалай? Нормально, е? Келіндердің дұрыс бақа. Индира бай, жаңа екеуінен бір саты жоғары тұрсыз сіз. Ал келесі. Келіңіз. Нұрланның келешегі Гүлдар. Қайдан келдіңіздер? Қай қаласыздар? Байқоңыр. Е? Төлетам. Ал Гүлдар. Бәрімізді таңалдыңыз өтініш. Ұялмаңыз, қысылмаңыз, бәрі өзіміз, көріп жүрген достарымыз, бөтен ешкім жоқ. Орыстар сияқты? Жаңа Алмагүл бастап берді ғой қалай билеу керектігін. Соңын үрсіліп көрсетеді. Оған дейін билеп қалыңыздар. Кеттік ал. Музыка, Гүлдар! Подиумда қылышбек не ап жүр деймін жаңа. Келіңіз, нормально, Гүлдар апай, Үрсілу апай, ең соңында сіз шығасыз, дайындалып отырыңыз. Келесі. Айналайын, Сара. Шара. Шын аты Алмагүл. Шара. Сара деген бірге ұқсайды дегіз просто. Ал қайғалар Шара? Алматинская, Дерская, красивая, неповторимая. Алдарыңызда Алмагүлова Шара.
Ешке шықты, басқа бір көреміз болды, или болды ма? Болды, келіңіз. Ал келесі. Рима. Сіз бір жеріңіз ауырып жүрмесіз бе? Өзіңіз естіп жүресіз бе үйде? Кім келешексіз? Толыбай. Толыбай сіз кім ба? Үйде де естіп жүре ма? Толыбай не істеп жатсыз? Кәсіби болып ақша тұр, иә? Қанша? 8.860 теңге. Иә. Соны? Мен радиатым мұны. Сөйтсе? Тікем. 8.000 теңгеден тікемін? 8 миллион. 8 миллион? Оны алма біліп тұғылды бәрі не аласыз тігін? Болды отыра беріңіз. Не деп сенбе ме алсын мына сенбе? Толыбай, егер қазір Рима жеңдесе, Толыбайдың 8.000 теңгесін аламыз. Келесіз бе? Рима жеңдесе, біз Толыбайға 8.000 береміз. Ал алдарыңызда күйеуіңіздің намысын жерге таптатпаңыз, күйеуіңізді подвод етіп қоймаңыз. Алдарыңызда 30 миллион. көйлек 30 миллион. От қоя бермедіңіз ба? Білеміз ғой қанша екенін? 32 миллион тұрады бұл. Ал? Қарғышылыққа келетін болғасын әпердіңіз ба көйлекті? Мағын. Шаша күттіңді. Алдарыңызда Рима кеттік ал. Ал 30 миллион. Толыбай, әке 8.000 деген. Әкем, жүзірақ қатырған жоқ десе. Әзір. Қазір Айшамал апай өзі айтып, сол кезде анықтаймыз, иә? Мен ешкімді бөліп жармаймын. Бәрі жекше болады маған. Болды. Айтылған ақ, айтылған оқ. Болды, бәрі айтылған. Болды, бәрі. Болды, все. Не yapıyorsun? Yok. Sizde bir ayarım. Иә, болды, все. Сіз неғып Римаға 30 миллионға көйлек әпердіңіз? Ал енді айтпақшы, кстати, жаңа осы подиумның соңын үрсілу контрольный билет берсін, одан кейін Айшамал апай кім жеңгенін анықтап айтып берсін, иә? Келіңіз, Үрсілу апай. Жаңа, ой, бұлай билеу керек деп айтып жатыр едіңіз ба? Өз бастадыр, қазір көресіздер. Ал енді бір көрсетіңізші болды сен. Жаңа Алмагүлдің қасында отырып, мынандай болады деп жатыр едіңіз, соны бір дәлелдесеңіз. Ал музыканы қосайық, ортаны ашайық, алдарыңызда шапалақ, құрмет, қошемет, Үрсілу. Кеттік ал. Әннің тексті қандай? Сенен аламын тек кайф. Айшамал апай, сіздің ойыңызша әндігін айтыңыз. Нұр аудан болып жүрмесін, қазір Аманның деген партия пайда болып, кім жеңді? Танысаңыз атымен айтыңыз, танымасаңыз көйлектің светімен айтыңыз. Гүлбар шапай, сен жеңді дұрыс бір өтіш, келін деп көріп тұрсын. Кім жеңді сіздің ойыңызша? Біреу айтыңыз апай. О, ақ көйлек, сұр көйлек, қара көйлек, көк көйлек, розовый, қызыл, қайсысы? Айжамал апай! Жоқ, біреуін айтыңыз енді. Өтініш, ешкім ренжімейді сізге, тек бір қазір шымкентке кетіп қаласыз, бұрыс артыңызда сәл өзектеуі мүмкін, оған ешкім ренжімейді. Кім жеңді? Сонымен, кім соңғы әрін ақты? Индира дейді. Қайсы?
Шабалалардың басшысы. Шабалалар қойып Индира апайымызға. От меня, от спонсора 5000. Молодец, Ақтөбеден келген Алмагүлдің атынан 5000 теңге. Ой, керемет. Әдемі, мощный. Алмагүл, сіз шақырбадың? Енді бұлай, осы жерде Алмагүл Айжамал апайымыз қазір балдарымен шақырдым, рұқсат болса қайтайын деп рұқсат сұрап қайтып кетуі мүмкін үйіне. Оған дейін 66 келіндері түгелдей ортаға шығайық. Танитынымыз бар, танымайтынымыз бар. Айжамал апайымызға бір сәлемімізді салайық, апайымыздың батасын алайық. Бола ма? 66 келіншектері. Отау құрғаныңызға 35 жыл. конкретно бір ортаға тұрыңыз, бері келіңіз. Қанша жыл? Музыка, рахмет. Неше жылдан үйленгеніңізге? 36 жыл. Аға, 36 жыл. Ең алғашқы келін ол өзіңіз, иә? Бірінші, есіміңіз кім еді? Гүлмариям. Бірінші, Айжамал апай. Гүлмариям бір өзі сізге 3 рет сәлем салады. Гүлмариямның сәлемінен кейін бәріміз қосылып, Гүлмариямды пайдалап, бірге сәлем саламыз. Тек қана апайға емес, 66 жігіттеріне, әрі 66 қыздарына деп қабыл алыңыздар. Бірінші, Гүлмариям бір өзі 3 сәлем. Осы жерде тұрып сала беріңіз. Рахмет, көшір. Гүлмариям, не істеватсыз? Біреу. Не деген бейді мұнау? Үшеу. О, не қағеліңіз енді? Молодец. На екеуіне. Отдельно. Ой, молодец. Енді Гүлмариям, ортаға тұрыңыз. Сізбен бірге қайталаймыз. Келіңдер, бәріңіз бірге, иә? Ал кеттік ал. 1, 2, 3. Давай. Біреу, екеу, үшеу. Шапалақ ұрттаңыздар. Енді қимылдамаңыздар, тұрыңыздар. Жаңа Айжамал апайымыз әдемі тілегімен кешімізді ашып бата беріңіз. Осы келіндеріңіз сіздің жасыңызда жолыңызды Алла нәсіп етсін, Құдай қаласа. Өте жақсы болды. Бәрі күшті еді. Рахмет, бақытты болыңдар. Шағалап рахатын көріңдер. Дендеріңіз сау болсын, аспандарыңыз ашық болсын. Немере шөбере өле беріңдер. Көп болсын. Өсіп өле беріңдер. Бақытты болыңдар. Бақытты болыңдар, апай. Рахмет, әрқашанда бақытты болыңыздар. Ал енді келіңіздер жайғасыңыз. Ортаға шығуларыңызды сұраймыз. Жаңа Абай ауылында тұратын қонақтарды шақырсақ, енді Абайға ең жақын қазалы Толыбай, Ғаби, Хамбиба семьяларыңызбен келіңіздер. Және Абай ауылына ең ұзақ Алматы мен Ақтөбеден келген қонақтар Оңталап, Алмагүл, Анар билеп шығайық кәлеген. Абайға рахмет. Толыбай, досыңыз ба? Микласасыңыз ба деп жүрмін. Ал, қош келдіңіздер. Кештеріңіз құтты болсын. Құдай қаласа, Алла ниеттеріңізді, пейілдеріңізді қабыл етсін. Нажақ-нажақты бөліп жармай, шеттен бастап кезек-кезек әрқайсыңыз бір ауыз тілек айтаңыздар. Айналдырған 30 адам, ортаға шыққан 7-8 адам.